Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Әлемдегі ең бай адамдардың бірі. Оның мектепте оқытпайтын 11 қатыгез өмірлік шындықтары. Кейбіреулер әлемдегі ең бай адамдардың өмірбаяндарын оқып, шабыттанып, өздері үшін маңызды нәрсені байқайды. Басқалары оларды бір нәрсе үшін сынап, айыптайды. Билл Гейтс компьютерлік магнат, миллиардер, данышпан, әлемге әйгілі тұлға. Сіз бұл туралы ештеңе білмеуіңіз әбден мүмкін. Бірақ қазір әлемде атақты Microsoft'ты пайдаланбайтын адамдар іс жүзінде жоқ. Мақалада мен бұл адамның жеке басын екінші жағынан ашамын. Оның идеялары, ойлары және өмірлік тұжырымдары көптеген адамдарды шабыттандырады. Билл танымал филантроп және мотивациялық баяндамалар жасайды. Бұл деңгейдегі адамдар бөлісетін нәрсе бар. Билл Гейтс американдық орта мектеп оқушыларына келесі жолдарды айтып, оларды мектепте оқытылмайтын 11-ші сабақ деп сипаттады. Бірақ оларды білу пайдалы. Бірінші, өмір әділ емес, оған үйреніңіз. Номер 2, әлем сіздің өзіңізге деген сенімділігіңізге мән бермейді. Әлем сізден мақтана алатын және өзіңізге деген сенімділігіңіз бар нәрсені істеуді күтеді. Номер 3, орта мектепті бітіргенше айына мыңдаған ақша табатыңызды, қымбат көлікке ие болатыңызды және жұмыста жақсы лауазымға ие болатыңызды ұмытыңыз. Сіз мұның бәріне өз аяғыңызбен және басыңызбен жолды бастағанда ғана жол жеткізесіз. Номер 4. Мұғалімді қатал, талапшыл деп ойласаңыз, қателесесіз. Бірінші бастықты алғанша күте тұрыңыз. Номер 5. Қадіріңнен төмен деп қазір бас тартқан мектеп ата-әжең қуанып өтіп кетті. Өйткені олар мұны үлкен мүмкіндік деп санады. Номер 6. Сіз туылғанға дейін ата-анаңыз сіз ойлағандай жалықтырмаған. Қарама-қарсы. Бірақ содан кейін олар сіздің жайлықтарыңызды ауыстыруға, мысалы, сізге қамқорлық жасауға және сіздің қаншалықты керемет екеніңіз туралы шамадан тыс әңгімеңізді тыңдауға уақыт бөлді. Сондықтан келесі жолы өзіңіз батыр ойнаған кезде өзіңізге қамқорлық жасауды үйренуден бастаңыз. Номер 7. Өзіңізді ақымақ етіп, қателескеніңізге ата-анаңыз немесе басқа біреу кінәлі емес. Бұл сіздің ісіңіз. Кінәлілерді іздеп, кешірім сұраудың орнына қателіктеріңізден сабақ алыңыз. Номер 8. Өмірде мектептен айырмашылығы әрқашан жеңімпаздар мен жеңілгендер болады. Уақыт өте келе сіз кейде бір ғана мүмкіндік бар екенін түсінесіз. Өмір сізге жаман таңбаны түзетуге мүмкіндік бермейді. Сіз жеңуге дайын болыңыз. Немесе жеңіліске ұшырайсыз. Көбінесе өз кінәңізден. Номер 9. Өмір мектеп уақыты мен мерекеге бөлінбейді. Сізде тек өзіңіз үшін айлар жоқ. Жұмыс беруші сізге бірнеше апталық демалыс беруі екі талай. Уақытыңыз болған кезде өзіңізге ұнайтын нәрсені жасауды үйренуіңіз керек. 10. Теледидар шынайы өмір емес. Шынайы өмірде ешкім сізге клоунада үшін немесе ұят үшін ақша бермейді. Сіз оларға төзе аласыз. 11. Сізді жақсы көрмейтіндерге жақсы болуды үйреніңіз. Сіз оларды өмірде сіз ойлағаннан да жиі кездестіресіз. Билл Гейтс кейде дөрекі сөздермен жалқау жасөспірімдерді қысқы ұйқыдан оятып кетеді. Өмір олардың қалауын орындайды деген иллюзиядан арылтқысы келеді. Осылайша ол бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер және басқа да ықпал ету арналары тудырған өмір салты өскелең ұрпаққа әкелген деформацияға жауап берді.